Қайырлы күн, күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін фунчозаны 15 минутта жасаудың әдісімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады. Керекті мөлшерде етімізді соломка етіп турап, таяқша етіп турап аламыз. Табамызға майымызды құйып, етімізді қуырамыз. Етіміздің өзінің сөлі шығып, суы тартылғанша бұқтырып қуыратын боламыз. Осындай фунчозаны пайдаланамын. Жіптерінен шешіп, шұңғылау ыдысымызға салып, қайнап тұрған шайнекті беттестіріп қоямыз. 10-15 минутта өздері жіпсіп әдемі болып жұмсарады. Етіміздің суы шығып, осылай суы тартылайын деп жатыр. Астын басып, етімізді бұқтырып қоямыз. Фунчозамыздың ыстық суын төгіп, мұздай суға бір шайып аламыз да, осындай қысқа етіп кесіп аламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 2 болгар бұрышын түспіру үшін бір қызыл бір жасылын пайдалансаңыздар да болады. 2 немесе 3 орташа қызанақты, 2 сарымсақ, етімізді маймен бірге толық құямыз. Дәл осындай чимчимді бір чимчим саламыз. Енді әдемі түспіру үшін соя тұздығын қосып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Соя тұздығын көп те қоспаймыз, аз да қоспаймыз. Түсі кіргенше, өңі кіргенше қосып, осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Міне біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Ас болсын жасап көріңіздер. Сәбізді және де басқа қияр қоссаңыздар да болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Ас болсын, комментарий жазып кетіңіздер.